әріп және таңба. Әліпби деген тілдің негізгі дыбыстарына арналған таңбалардың жиынтығы. Таңба неғұрлым тіл дыбыстарына мол жетсе, арнаған дыбысқа дәл келсе, оқуға, жазуға жеңіл болса, үйретуге оңай болса, соғұрлым әліпби қолайлы болады. Оқу жағынан алғанда қандай әріппен басылған, я жазылған сөз болса да сурет сияқты. Бұл жағынан Қытайдың суретті жазуы да басқалардың әрпімен жазылған жазуда бірдей. Сауаты ашылған адам жазылған, я басылған сөзді әрпіне қарап оқымайды. Бүтін тұрған суретті танып оқиды. Таныс адамды көргенде мынау пәленше, ана түгенше деген сияқты әр сөзді тұрпатына қарап танып айтады. Неғұрлым сөз суреті көзге елеулірек болса, соғұрлым жылдам танылып, шапшаң оқылмақшы. Немістің Маймон деген профессоры және тағы да басқа ғалымдар тәжірибе барысында мынаны байқаған. Басылған сөздердің ішінде не төмен, не жоғары сойдиып, қатардан шығып тұрған әрпі бар сөздер тез танылып, шапшаң оқылады екен. Көзге жайлы болу жағына келсек, қай әріппен жазылған сөз оңай оқылса, сол әріп көзге зиянсыз, жайлы болады. Өйткені ондай әріп көзді талдырмайды.